Саламатсыздар ма үйренушілер, біз кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ол printf. Яғни біз классқа дейін C тілімен өтетін боламыз және оның себептерін де ескерткен болатынбыз. Сабаққа қайтадан оралайық. Бірінші тақырып ол printf. Яғни printf ол екі сөзден құрам тапқан болып, біріншісі ол print, шығару деген мағынаны білдірсе, екіншісі артындағы f ол формат деген мағынаны білдіреді. Оның қолданылуы сол форматтағы мәліметтерді шығару үшін қолданылады. Printf ол жаңағы мына жерде біз екі мысал келтірген болатынбыз. Біріншісі ағылшын тілінде, екіншісі қазақ тілінде. Біз оның астына ескертпе жасаған болатынбыз. Ескертпеде мүмкіндігінше ағылшын әрпін пайдаланыңыз деп. Себебі кейбір идеяларда қазақ әрпі шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан сіздерді қателіктен сақтау үшін, өйткені жақсы үйренушілер үшін жаңағы қателік ол шешу оларға қиынға түседі. Сайттың екінші бетіне өтпес бұрын мына мысалды біз айдеда жазып өтейік. Мына жерде мен барлық кездесетін кодтарды жазып қойған болатын. Мына жерде текстте қайтадан қосып қояйын. Басып жіберейін. Біздің ойлаған екі текст шықты. Яғни біріншісі ол ағылшын жаңа әрпінде, екіншісі қазақ әрпінде. Мына жерде мынандай сұрақ болуы мүмкін. Менде не үшін қазақ әрпіндегі жазулар шықпайды деп. Себебі мендегі мінердегі стандарт UTF-8 кез келген әріптерді шығаруға мүмкіндік береді. Біз енді слайдқа қайтадан оралайық. Printfте бүтін сандарды шығару. Printfте бүтін сандарды шығару ол d кілтік сөзі арқылы пайдаланылады. Яғни d кілтік сөздің мағынасы ол ондық саны ағылшын әрпінде жазып қойған болатын. Оның мағынасы ондық санау жүйесіндегі сан деген мағынаны білдіреді. Мына жерде кілтік сөз болады, кілтік сөзге сәйкес артында мәні болады. Біз оны нақтылы кодта жазып көрейік. Мына жерде мен бірінші мысалды алайын, көшіріп алайын да оны мына жаққа қояйын. Мына жерде мынаны алып тастай салайын ең алдымен. Мына жерде кілтік сөз жазылды, оған сәйкес артында мәні болды. Мынаны не екен деп ойлап қалыңыз, мынау бір жолға астыға түсіреді. Көрейік. Міне 33 деген санымыз шықты. Егер біз мына жерде бірнеше printf қатар пайдаланылған жағдайда, біз мына жерде біраз сандар көбеюі мүмкін. Біз соның қайсы printfтен шығып жатқанын анықтай алу үшін алдына сәйкесті жаңағы таңбасын немесе белгілеу үшін a тең деп қойғанымыз абзал болады. a тең 33. Сол үшін мен үнемі a қос нүктені пайдаланамын, сондықтан бұдан кейін де a қос нүктені пайдалана берейік. Сайтты ашпас бұрын мыналарды және түсіндірейін. Егер бізде мынандай жағдай болса, мына жерде кілтік сөз тек қана екі кілтік сөз пайдаланып, мына жерде бір сәйкесті мән берілсе, екінші сәйкесті мән берілмеген жағдайда қандай болады? Оны да мысалын жазып қойған болатын. Көрейік. Мына жерде b-ның артында кілтік сөз бар, бірақ оған сәйкес 32 деген мәні бар. Бірақ бізде с кілтік сөзі бар, с-ға сәйкес кілтік сөз бар, бірақ сол кілтік сөзге сәйкес мәні жоқ. Онда қандай жағдай болады? Біз көрейік. 30 үстідегі түсінікті, бірақ с-да 256. Мына жерде b-ға сәйкес 32 деген шығып тұр, бірақ с-ға сәйкес кез келген мәнді алып тұр. Біз өйткені мына жерде 256 деп бермейміз, яғни біздің күткен мән шықпаған, мүлдем басқа мән шыққан. Яғни бізде жұмыс жасау үшін үнемі күткен мәндер болу керек қой. Сондықтан біз мына жерде жаңа міндетті түрде жазып кетеміз. Яғни мысалы 23. Міне күткен мәніміз шықты. Мына 23 сәйкесінше d кілтік сөзінің с-ның артында кілтік сөзге сәйкес 23 шығарылды. Слайдқа оралайық қайтадан. Бүтін санды реттеу. Бүтін санды реттеу ол жаңа бос орындарға бөліп, сол орындарға сәйкес реттеу жүргізеді. Яғни бұл жерде d кілтік сөзінің алдына сандармен жазылады. Бұл сандардың мағынасы қандай? Ол мағынасына көз жеткізу үшін мына мысалмен кодта жазып нақты сынап көрейік. Мына жерге мен бәрін жазып қойған болатын. Ең алдымен біріншісін алайын. Көшіріп алайын. Мыналар керек емес енді.
мына жерде 3 бүтін саны берілген. 3 бүтін сан 3, 33, 333 деп. Оларды шығарып көрейік ең алдымен. Мына бірінші номерге сәйкес А кілтік сөзге сәйкес А мәні бар, яғни 3. Көрейік, қандай шығады екен. Міне, көріп отырғанымыздай 3 шықты. Оның астына Б-ға сәйкес 30 шықты. Мына кілтік сөзге сәйкес 330 шықты. Енді біз егер ана 3 қойған болсақ, яғни 3 қойсақ, ол 3 орын бөледі. Сол орындарға, яғни мына жерде көрсек, бәрі сол жаққа жинақталады. Яғни 1 орын бөледі, мына жерде 2 орын бөледі, мына жерде 3 орын бөледі. Ал біз, яғни сол жаққа жинақталады. Ал біз енді 3 қойсақ, ол 3 орынға бөліп, ең төменгі орыннан бастап толтырылады. Яғни көрейік. Не көріп өткендей, 3 орын бөлінді, соның ең кіші орыннан бастап толтырылды сандар. 3, 33, 333. Енді бұны нақты байқау үшін біз ең алдымен ол орындарды нөлмен толтырайық. Ол үшін біздің сәйкесті 3-тің алдына 0 қоятын боламыз. Мына жерде 3 орынға сәйкесті 0-дер толтырылды. Көріп отырғандай. Егер біз 4-ті жазсақ, онда қандай болады? Онда 4 орын бөледі, сол орынның ең төменгі орнынан бастап толтырылады. 4 орын бөлінді, сол 4 орынның ең кіші орнынан бастап шыққан мәндер толтырылады. Қалған орындарға 0 толтырылады. Біз оның үшеуін нақты салыстыру үшін мына жерде мысалды толығымен ала салайық. Көріп отырғанымыздай сол жаққа жинақталды, 3 орын бөлді, оң жаққа жинақталды. Яғни ең төменгі орыннан бастап толтырылды. Мына жерде 3 орын бөлінді, соларда толтырылмаған бөліктерге 0 толтырылды. Бізге мысал түсінікті деп ойлаймын. Сондықтан қайтадан слайдқа оралайық. Бүтін сандарды шығару. Бүтін сандарды шығарғанда, біз мынадай әдісті көрмеген болатынбыз. Яғни алдын ала типті сипаттап алып, содан кейін шығару. Яғни бұл жерде 2 айнымал берілген. Біз оның айнымалының не екенін айнымал тақырыбында тереңдей айтатын боламыз. Бірінші А деген айнымалы, оның мәні ол 10. Мына жерде int деген мағынасы, яғни бүтін сан деген мағынаны білдіреді. Яғни біз мына жерде 2 санды шығарып көрейік. Сайтқа қайтадан кодты қайтадан жазайық. Мына жерде оның мысалы мінерге жазып қойған болатын. Мынаны көшіріп алсайын да, алдыңғы 2 жолды алсайын, осы мысалға сәйкес келеді. Керек емес. Орнына көшіре салдым. Мыналар екеуі керек емес. Біз 2 сан сипаттадық. Бұл int бүтін саны. Екеуі, біріншісі бірінші айнымал em, оның мәні 12. Екіншісі n бүтін саны, оның мәні 13. Сол 2 бүтін санды шығару үшін мына жерде printf'ті қолдандық. Бірінші n бүтін санына сәйкес кілтік сөз жазылды. Оған сәйкес мына жерде m саны берілді. Екіншісі n тек шығады, оның артына сәйкес кілтік сөзге сәйкес мына жерде n саны шығарылады. Көрейік. Емнің артында кілтік сөзге сәйкес 12 шығарылды. 12 шығарылды. Еннің артына сәйкес 13 шығарылды. Біз қайтадан слайдқа оралайық. Бөлшек сандар шығару. Енді біз мәліметтер шығару үшін кез келген текстті, санды, санның ішіне бөлінеді ғой. Бөлшек сандар, немесе нақты сандар және бүтін сандар деп. Сол енді біз нақты сандарды шығаруды көрейік. Яғни нақты сандарды шығару үшін f кілтік сөз қолданылады. Яғни f кілтік сөзінің мағынасы float деген мағынаны білдіреді. Немесе нақты сан. Біз мына жерде 2 мысал келтірген болатынбыз. Осы 2 мысалды біз кодта жазып көрейік. Төмен сөйлей салайын кішкене. Мына жерде 2 кілтік
сан берілген екен. Соны алайық, ең алдымен үстін алайық. Жаңа біз сипаттау әдісін көрдік. Сонда бізге ол түсіну аса қиындық тудырмайды. Біріншісі x. Мына double деген ол нақты сол ненің нақты санның типі. Ал мынау нақты санның сол айнымалының аты. Мынау сол нақты санның мәні, алғашқы мәні. Мынау да соған сәйкес айнымалының типі, айнымалының аты, айнымалының бастапқы мәні. Енді көрейік. F дегеніміз жаңа айтқан болғанбыз, float деген мағынаны білдіреді. Енді x-тің артына сәйкес кілттік сөз жазылды. Y-тің артына сәйкес кілттік сөздер жазылды және оларға сәйкесті мәндер берілді. Шыға ма екен? Көрейік. Біз төмен түсіп тастаған сияқтымыз. Қазір көрейік. Бізде шығу керек. Мына жерде мен көтерейік, түсіп кетті. Көрейік, міне біріншісі. Бірінші санымыз шықты. Екінші санымызда шықты. Бірақ екінші санымызды 6 орынды дәлдікпен алған. Енді өзі бірінші санымыз ол 6 орынды. Мынаны біз кішкене арттырайық, сол кезде байқалады. Бір-бірдей салайын. Қарасақ, көргеніміздей кез келген санды ол алда біз бермесек, міндетті түрде 6 орынды дәлдікпен алады екен. Соны байқадық. Өйткені қалған сандар жоқталып алдаға жіберіледі. Біз көрейік. Сайтқа қайтадан оралайық. Екі санды шығарды көрдік, бөлшек сандарды. Енді бөлшек сандарда мына мысалда көрген болатынымыз, ол double деген айнымалының типі болса, x ол айнымалының аты, ол анау соңында берілген бастапқы мәні. Енді бөлшек сандарды дәлдікпен алу біз жаңағы көрдік. Ең алғашында ол idea 6 орынды дәлдікпен алады екен. Енді біз кез келген мақсатта алуға болады. Яғни біз 2 орынды дәлдікпен, 3 орынды дәлдікпен, немесе 4 орынды, немесе 7 орынды, 8 орынды дәлдікпен алуға. Өйткені қажетке қарай қызмет ету керек қой. Енді мына жерде бір мысал келтірілген екен. Соны біз дәлдікпен алып көрейік. Біз енді яғни бірінші санымызды дәлдікпен алайық. Мына жерде мына екіншісін өшіре салайын. Енді мына жерде екіншісін өшірсек, онда игілік керек емес бізге. X керек, игілік те керек емес. Енді бізге дәлдікті алу үшін бүтін және оның артына алынатын дәлдік жазылады. Мына жерде 3 орынды дәлдікпен дедік. Көрейік. Көргенімізде 3 орынды дәлдікпен алып берді. Сайтқа қайтадан оралсақ, нерде көріп отырғандай, нерде нүкте қойылады, одан кейінгі артында алынатын дәлдіктің саны жазылады. Қанша орынды дәлдікпен? Мына жерде көргендей, бұл санды 2 орынды дәлдікпен алдық. Мына жерде 3 орынды дәлдікпен алдық, немесе 4 орынды дәлдікпен де алуға болады. 4 орынды дәлдікпен алдық, немесе 7 орынды дәлдікпен алуға да болады. Алтын. Бірақ ол алдында біз бұл дәлдікте ешқандай бермесек, онда біздің жаңағы идеямыз ол 6 орынды дәлдікпен алады екен. Көріп отырғандай 6 орынды дәлдікпен алды. Енді біз қайтадан слайдқа оралайық. Енді біздің сабағымыздың соңы болған екен. Сонда мысалдар бар. Сол мысалдарды шешіп өтейік. Яғни бірінші мысал ол 123 пен 456-ның көбейтіндісін шығару. Оны көрейік. Нерде мысалдар жазып қойған, оны мен қолдан жасалайын. Слайд көрейікші, қандай сандар екен. 123 пен 456. Бірінші ол екеуі де бүтін сан екен. А тең 123. Екінші санымыз Б тең ол 456. Ешіңіздер. Енді сол екі санның көбейтіндісін шығару. Мына жерде бізге ол жаңа нақты сан емес, сондықтан жаза берейік. А көбейтілген Б-ның тегіс, оның артына кілттік сөзін жазамыз. Екі бүтін санды көбейтсек, ол да бүтін сан болады. Яғни
мына жерде а көбейтілген б-ны жазамыз. Енді көрейік. Бұған нақты көз жеткізу үшін біз істеп көрейік. Біріншісі 123 көбейтілген 456. Ойлаған мәніміздей, мына 56.088, мына жақта да 56.088. Енді бұны былай да жазуға болады. Бірден 123 көбейтілген 456. Ұқсас мән шықты. Сіздерге ұсыныс берер едік. Бұлай мына түрмен жазуға. Себебі бұл сіздерге осындай кейінгі программалардың бары осындай түрде болады. Сондықтан сіздерге қазірден бастап ыңғайлана беруге. Енді сайтты қайтадан оралайық. Мына жерде екінші түрмен жазылған. А деп бірінші санды сипаттаған, екіншісінде сол сипатталған санға 456-ны көбейткен. Бұл жолда болады. Екінші мысал. Берілген 12,1000-345 санының квадратын шығарыңыз. Бірақ артында шарт бар екен, 4 орынды дәлдікпен алыңыз. Яғни бізге бір нақты сан берілген. Оны а дей салайын және де 12,1000-345. Соның квадраты. Яғни бұл квадрат деген сөз математикадан білеміз, а көбейтілген а. Яғни бұл жаңа бүтін сан болмайды, ол нақты сан болады. Сондықтан f кілтік сөзін пайдаланамыз. Және бағана көргеніміздей 2а көбейтілген а. Өйткені квадрат бұл а көбейтілген а. Көріп отырғандай 152,100, енді арт жағын айтпай қойын, осы сияқты. Жері оны нақты неде конкретада жазып көрейік. Мына жерде екен. Мына жерде жазып көрейік оны. 12,345 көбейтілген 12,345. Өзінен көбейтеміз ғой. Көріп отырғандай 152 арт жағындағы бөлшек өрнектің де мәні шықты. Бірақ бізде шарт берілген болатын 4 орынды дәлдікпен алынсын деп. Енді мына жерге бүтін жазамыз, оның артына алынатын дәлдіктің санын жазамыз, яғни 4-ті. Енді қайтадан жұмыс жасап көрейік. Көріп отырғандай 4 орынды дәлдікпен алып берді. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталсын. Сау болыңыздар.